Қайырлы күн, қымбатты халқым. Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге өзбектің дүмеләмә тамағын пісірейін деп тұрмын, көрсетейін деп тұрмын. Міне, бірінші етін саламыз. Енді біз қазақ болғандықтан етті көбірек саламыз. Негізі бұл жазда жақсы, помидордың, көкөністердің көп кезінде жақсы. Себебі помидор болса, помидордың суымен жақсы болады. Сол помидор қазір менде жоқ болғандықтан мен бүйтіп алдын ала томат пастасын кішкене тұз салып езіп алдым. Міне. Одан кейін үстіне міне картошка, сәбіз, реткі кім жақсы көретін, өзі біледі, жақсы көретін көкөністерін салады. Кеш жарық қымбат көрермендер. Міне біздің дүмеләмәміз дайын болды. Міне. Бұл міне түсі әдемі. Енді мына томат пастасын қосқаным, сол түсі кішкене тәбет тартатындай болады. Менде ет көп, міне ірі-ірі. Сондықтан жаңағы суды көбірек құйдым. Міне. Жаздың күні өте жақсы. Мына қызанақпен жасаған помидор дейміз ғой. Енді асымыз дәмді болсын деп. Бисмилля. Бір жарым сағатта пісті. Қойдың еті. Енді бұл міндетті түрде жаңағы тура-тура дәл-дәл рецепт болу міндетті емес. Себебі, мысалы, үйдегі адамдардың көп аздығына байланысты менің бүгінгі 40 қабатым орташа. Ал енді адам көп болған кезде 40 қабатты да үлкен жасаған жақсы. Ал енді басқа көкөністерді адамның санына қарай көз мөлшермен саласыздар. Кейбіреу мысалы, бұған енді мысалы реткі дейміз ғой, енді қазақшасын біле алмай тұрмын, ұмытып тұрмын. Енді осыны кейбіреу ұната бермейді. Біз өзіміз жақсы көреміз, сондықтан мейлінше көкөніспен жасаған жақсы, ауыр келмейді. Өйткені біз қазақтар етті жеңіл тамақ деп, мұндай көкөністерге етті көп саламыз ғой. Міне сіздер де осылай жасасаңыздар, кешкі асқа әсіресе жақсы болады. Әлі де пайдалы кеңестермен бөлісемін. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.